Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үгітілмелі қамырдан өте нәзік әрі өте керемет дәмді болып шығатын алмалы пирог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай әрі қарапайым қоспалардан тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысымызға міндетті түрде електен өткізілген ұнды және де 1 чайный ложка разрыхлитель салып, құрғақ қоспаларымызды жақсылап араластырып аламыз. Содан соң холодильниктен шыққан салқын сары майымызды жаңағы осы ұнның үстіне салып, крошка жасап алатын боламыз. Жақсылап араластырып, неге осылай крошка жасап шығамыз. Қамырды осылай жақсылап үгітіп алдық, қыздар. Бізде бүгін пирогымыз үгітілмелі қамырдан болғандықтан осылай жақсылап жаңағы маймен қамырды араластырып үгітіп алдық. Келесі кезекте құрғақ ыдысымызға 1 жұмыртқаны және де қантты салып, қантымыз ерігенше жақсылап венчиктің немесе вилканың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Қыздар, кез келген пирог болсын, торт болсын, майда қант қолдануға тырысыңыздар. Сол кезде өте жақсы әрі жеңіл жаңағыдай еритін болады. Осылайша массамызды жақсылап араластырып дайындап аламыз. Дайын болған жұмыртқалы массамызды ұнымыздың үстіне құйып жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейміз, қыздар. Қамырымыз қатты емес, жұмсақ болып шығады. Басында бірікпейтін сияқты болып көрінуі мүмкін. Басқа ешқандай да артық суда, жұмыртқада ештеңе қоспайсыздар. Осы 1 жұмыртқамен қантты араластырған масса толықтай жеткілікті болып саналады. Мінекей бізде осындай жұмсақ қамыр иленіп шығады. Және де пищевой пленкаға немесе пакетикқа салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Бұл қамырды 2 сағаттың көлемінде қолдануға болады. Бірақ 2 сағаттан ары ұзақ ұстамаңыздар. Әзірге біз пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Осылайша алмаларымызды тазалап, жуып алып, бөліктерге бөліп, блендердан езіп алатын боламыз. Егер де блендер болмаса, жаңағыдай майдалап турасаңыздар да, немесе теркадан өткізіп алсаңыздар да болады. Егер де бұлай қатты блендердан өткізгенді ұнатпасаңыздар, 4 бұрышты етіп, кішкене орташа көлемде турап қоссаңыздар да болады. Бірақ ең песочный тестаға ең күшті үйлесетін түрі осылайша блендердан езіп салсаңыз, өте керемет болып шығады. Алмаларды жақсылап блендердан өткізіп алдық. Енді бөлек ыдысымызға салып, үстінен қалауыңызша қант және де ванильді қант салып шығатын боламыз. Қыздар, барлығы алманың ащылығына байланысты. Егер қатты ащылау алма болса, көбірек қант қоссаңыздар да болады. Менде орташа ащылықта, орташа тәттілікте, сол үшін мен мұнда 1,5 ас қасық қант және де 1 чайный ложкадай ванилин қосып шықтым. Егер де қатты тәтті болған қаласаңыз, көбірек қоссаңыздар да болады. Қантты салып, осылайша жақсылап араластырып қоямыз. Және де жаңа холодильникте дайын тұрған қамырымызды алып, формамызға орналастыратын боламыз. Формамызды міндетті түрде сұйық май емес, осылайша сары маймен майлап аламыз. Және де менің формамның өлшемі 24, 20-22-лік өлшемді формаға жасасаңыздар да өте жақсы үйлеседі. Қыздар, мұнда видеоға түспей қалыпты. Қамырдың 3-тен 1 бөлігін міндетті түрде алдын ала морозильникке қатырып қоямыз. Және де қалған бөлігін осылайша формамызға орналастырып шығамыз. Және де үстінен вилкамен бастырып шығатын боламыз. Егер де қаласаңыз, шет жақтарын осылай вилканың қасықтың шетінің көмегімен әдемілеп шықсаңыздар болады. Немесе қолыңызбен кімге қалай ыңғайлы, солай шеттерін біркелкі етіп шығатын боламыз. Қамырды формаға орналастырып алғаннан соң, жаңағы дайындап қойған салмамызды салып, қасықтың көмегімен барлық жеріне біркелкі етіп орналастырып шығатын боламыз. Құрметті көрермен, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, тегін лайктарыңызды аямай басып, пікір жазып,
видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Барлық керекті қоспалардың мөлшерін міндетті түрде описание бөлімінде қалдыратын боламын. Пирогымыздың салмасын осылай жақсылап біркелкі етіп, барлық жеріне жеткілікті етіп орналастырып алдық. Келесі кезекте жаңағы морозильникке қойған қамырымызды алып үккіштен өткізіп барлық жеріне айналдыра сеуіп шығатын боламыз. Қыздар, мен мұнда морозильникке салуды ұмытып кеткенмін, 5 минутқа ғана салдым. Сол үшін менікі әлі қатпаған, үккіштен өтуі қиын болып тұр. Сонда да барлық жеріне осылайша жеткенше өткізіп шықтым. Егер де сіз алдын ала морозильникке салып қойсаңыз, жақсы қатып, бүкіл жерін жауып, пирогыңыздың бетін жақсы өтетін болады. Сол үшін де ең басында қамырды жасаған кезде сразу жаңағы 3/1 бөлігін алып морозильникке салып қойсаңыз, жарты сағатта өте жақсы қатып шығады. Және де дайын болған пирогымызды міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей қыздар, біздің пирогымыз дайын болды. Пирог толық суығаннан соң формасынан осылай өте оңай шешіледі. Өте нәзік әрі жұмсақ, ауызда еритін керемет пирог дайын болып шықты. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бетіне қалауыңызша осылай сахарный пудра сеуіп қойсаңыздар да болады. Сеппесеңіздер де өте керемет пирогтардың бірі болып шықты. Жасалу жолы өте оңай, әрі құрамына көп те зат кетпейді. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікіріңізді қалдырып, каналымның дамуына үлесіңізді қосып отыруды ұмытпаңыздар. Және де каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.